Сәлем достар. Бүгін сендермен мен Асқар Тымқасан. Бүгін сендерге көрсететін сабағым ол қалай Need for Speed ойынын бұзуға болады. Білесіз жарыстарыңыз Need for Speed ойын. Бастайық онда. Бізге ең бірінші программа Cheat Engine программасы керек. Сосын ойнайтын ойынымыз керек. Need for Speed. Need for Speed Most Fun. Осы ойынды ашамыз. Қазір сатырыңызға енді ашамыз. Hiya. Sağlıklı akşam oldu. Elimde Cheat Engine programmasını var. Aşağımız sosun kompüter asıl әртүрлі свечаны тұрған басамыз. Сосын жаңағы ойынды ашқан ойымызды тауамыз. Хамыз Need for Speed ойын аштық, міне отырды. Сосын аппенді басамыз, ашу деген мағынаны береді. Сосын жаңағы ақшаны осында әкеп жазамыз. Мысалы жаңа бізде $99 болды. Осыны іздейміз, басамыз. Сосын последний біреу шығады. Сосын курсор қызыл белгімен белгіленген курсор басамыз. И екі рет мында басамыз. Сосын жаңа менде енді көп болады. Енді бұны өзгерсек болады. Мысалы 8 болсақ 888 мың 888 мың 888. Енді окей деп басамыз. Сосын қайтадан жаңағы Need for Speed ойынға кіреміз. Сосын городқа кіреміз. Өзгеру үшін тағы басамыз. Городқа кіреміз, городқа басамыз. Сосын қайтадан гаражға кіреміз. Тағы окей басамыз. Не кодтарымыз өзгерді. Неме кодтар 888 осы ақшаны сақтап қалу үшін өзгерді. Шынымен де міндетті түрде сохранить етіп отыру керек, сақтап отыру керек. Ойынды сонда ғана өзгеріп отырады. Әр кірген сайын сол қалпында отырады. Сол баяғы. Осымен рахмет тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге. Сіздерде де болады деп үміттенемін. Бірақ бәрін толық жақсы істеу керек, сонда ғана бәрі толық шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Аман болыңыздар.